Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Грифер Дәулет. Бүгінгі видеода Kenechka Craft серверіндегі жаңадан қосылған мистик сундуктарды көрсететін боламын. Бұл мистик сундуктар Warp мистик арқылы келе аласыздар. Және айта кетерім, бұл мистик сундук, егер сіз алыста болсаңыз, сізге хабарлама бармайды, тек хабарлама ашылған жөнінде ғана барады. Ал хабарлама, осындай хабарлама чатта жазылған, тек мистиктің ішінде ғана болсаңыздар, осының ішіне болсаңыздар ғана баратын болады. Дәл қазір біз мистиктің ашылғанын күтіп тұрмыз. Мистик ашылды, және 10 минуттан кейін тағы да жаңа мистик ашылатын болады. Так, ішінде короче, осының бәрін скупщикке сатсаңыздар болады, сел арқылы. Так, міне бірінші мистиктен бірінші зат шықты. Бұл бізде эпический. Защита 8, легкость 4 және починка бар. Тағы да незритовый броня, огнеупорность 9, защита 8, неразрушимость 8. Қасына тағы огнеупорность 2 шықты. Бұл керек емес. Және 2 зачарованное золотое яблоко. Зелье шықты. Комбо эффекты: невидимость 2, яд 2, сила 2, скорость 2. Яғни бұны ішіңіздер көрінбейтін боласыздар. Және күшіңіз 2 есе артады. Және 2 рет тез жүгіретін боласыздар. Бірақ сіздерді яд өлтіретін болады. Бірақ зачарованный яблокамен нормально болуы тиіс. Комбо зелья. Так, подзорная труба, который істемейтін. Так, золотое яблоко, нереально. Легендарный легендарный лук, воспламенение, бесконечность, мощность 8, удар 5 және починка. Келесі қалғаны нихуяда емес. Скупщиктің заттары. Келесі бізде сундук. Так, незритовый топор, удача 7, неразрушимость 7, шелковые касания және починка бар екен. Қалғаны хуйня. Бірақ эмеральд 24 штук бар екен. Осы жердегі сундуктың ішіндегі барлық хлам скупщикте примерно 100 000, 150 000 болатын примерно айтып біле аламын. Осыны сатсаңыздар бір бай бола аласыздар. Бұл жерден көріп тұрғандарыңызда шығатын жер жоқ. Шығатын жер үшін, шығу үшін сіздер спаун немесе эндерперл немесе хоруспен қаша аласыздар. Немесе мистикке кірмей тұрып басқа игрокқа телепорт жасайсыздар. Және мистикті алып болғаннан кейін ол игрок сізді өзіне телепортация қабылдайтын болады. Неге шығатын жер жоқ десеңіздер, өйткені көріп тұрғандарыңыздай легендарный заттар бар ішінде. Серверде ең мықты заттар болып саналады. Абсолют сеттен кейін. Так что бұл заттар оңайлықпен алу қиын болу үшін, бұл заттарды алу қиын болу үшін осындай жасадық. Если спаун деп қайтатын болсаңыздар, кд 60 секунд бәрін өлтіресіздер. Ол үшін ешкім сіздерге кд бермеу керек. Лучше өздеріңізбен бірге эндерперл немесе хорус ұстап жүру керексіздер, немесе бір жақсы дос тауып алу керексіздер. Осы кезге дейін көріп отқан адамдарға пошел нахуй деп айтқым келеді.